Ал әпкесі мен Ник оның алған заттарын көріп, естері шыға бастайды. Эми өзінің жаңа көршісіне күйеуі көзіне шөп салғанын біліп қойып, одан өш алмақшы болғанын айтып беріп жатады. Ник болса өзіне мықты ақтаушы тауып алады, және де Эмидің бұрынғы жүрген жігітіне барып сөйлеседі. Тағы бір жігітімен сөйлеспекші болғанда, ол үйіне кіргізбей жібереді. Бір күнделікті оқып, істі бұлай қалдырмайтынын айтады. Ал Эми болса өзінің жақында танысқан достарымен гольф ойнап жүргенде сумкасынан ақшалары түсе бастайды. Оны көріп қалған көршілерінен қашу үшін, ізін жоғалту үшін дайындала бастайды. Сол кезде екі көршісі келіп